Барлықтарыңызға сәлем достар, қалайсыздар, жақсысыздар ма? Мен бүгін өзімнің YouTube каналымды ашып жатырмын және осыған ең бірінші болып PES 2020 ойынын, яғни ұялы телефонға, мобильді құрылғыға шыққан ойынын өтпекшімін сіздер үшін. Әрине жаңадан канал болғандықтан бастапқыда қиын болады, түсіністікпен қарауларыңызды өтінемін және сіздердің қолдауларыңызбен көптеген жетістіктерге жетеміз деген сенімдемін әрине. PES ойыны барлықтарыңыз білесіздер, бұрыннан келе жатқан ойын. Бұл ПК-ға, яғни компьютерге және де PlayStation-ге көптен шығып жатқан ойын, ойнап көрген боласыздар. Бұл ойынды мобильный құрылғыға шыққан ойынды да ойнап көрген шығарсыздар бәлкім. Сонда да мен өтпекшімін қазақша, әрине. Қазақша аудиторияға орысша сөйлей алам, бірақ қатты емес, және сол үшін болашақта сіздердің қолдауларыңызбен әрине жетістікке жетіп жатсақ, орысша аудиторияға да, сөйлейтін аудиторияға да түсіруге ниет бар. Әрине бұл ойын лицензиясы 2017 жылы алынған, Konami'дікі, әрине Konami'дікі. Және көп ұзатпай бастайық, әрмен қарай көре жатармыз. Кеттік. Және бұл жерде команда таңдаймыз. Команда таңдауымыз керек. Мен көп ұзатпай қойын. Қайсын таңдасақ болады? Сериядан таңдай салайық. Бәрі бір сияқты, бірақ Ювентустың формасы, владелецтің аты дейді бұл жерде. Өздеріңіз білесіздер, әрине, кім жазсаңыздар да. Мен атым жазамын. Бұл жерде өлеңдері бар, өзінің фановый өлеңдері өшіп қойуға болады, еркелер жасап жатсам. Және бұл жерде трендер таңдаймыз. Білмеймін сіздерге, бірақ маған осы 4-3-3, яғни атакующий стиль жақсы ұнайды. Айтпақшы, айтайын дегенім, бірінші рет өтіп жатқан жоқпын. Өткенде бірінші рет өтіп жатын, бұлай аудиторияға негізі бұрын ойнағанмын. 2-3 ай бұрын ойнағанмын. Және осындай нелер бар. Лионель Мессидің фанаттары болса, бұл жерде сәлем айтам оларға. Бұл жерде енді бастапқыда бәрі не істейді адамды, бәрін таныстырады, көп нәрселерді таныстыратын болады. Бұл жерде подаркілер береді, соны аламыз. Сізде получится дей саламыз, біз енді бәрін алуымыз керек қой. Қайта біртіндеп қорқпаймыз. Бұл жерде бізге көрсетеді, қалай болады. Обучение дейді ғой, үйретеді бәрін. Бұл жерде скауттар, доступный игроктарды көруге болады, яғни қол жетімді. Егер қолдарыңыз болып жатса, әрине Лионель Месси, Суарес сияқты ойыншылар түссе, әрине жақсы. Керемет десе болады. Кім түсетінін көрейік. Әрине осындай білет жарыстар негізі көбісі ойнап көрген болу керек бұл ойынға. Кім түсті? Бізге кім түсті? Танымаймын. Танысаңыздар, комментарияға жазамыз әрине. Біз бұяқтан өттік, енді келесі
Лучше агентке барамыз. Обычный игроктарға сіздерге айтарым, позиция нападающий алмай ақ қойыңыздар. Көбі керегі, яғни защита немесе пол защита екеуінің біреуі. Бастапқыда бір рет мүмкіндік береді алып алуға. Тегін 3 ойыншы береді бұл жерде. Егер қаласаңыздар өткізіп жіберуге болады, міне бүйтіп. Мына жерде бас жүрсеңіздер өтіп кетеді. Фаджер дейді. Танымаймын бұларды, мен танысаңыздар әрине комментария жазамыз. Қалғандардың бәрі не платный әрине. Жүрді бәрі. Және мына жерде легендалар бар, және Марадона бар. Бірде Марадона ала салайық. Диего Армандо Марадона. Бұл ойыншы маған ұнайды, себебі бірінші өткен ойында да бұл өте көмектескен болатын көп. Және футболды өте жақсы көретін, түсінетін ойыншылар, көрермендер болса, әрине түсінеді. Несі, финты барлығы өте жақсы көмектеседі адамға. Өздерін ұстау, яғни баланс дейді ғой. Және бұл жерде легендалар бар. Әрине жолыңыз болып жатса, әрине түседі әдемі ойыншылар. 3 мүмкіндігіңіз бар. Түсіп жатса өте жақсы. Жаңа айтқанымдай ғой сіздерге, песте бір жаман жері ма, енді қолай ұстау жері. Әрине көріңіздер ғой, өте көп легендалық ойыншылар. Олар шықса өте жақсы болар. Көп уақыт алмай қойық. Біріншісін көрсетем, қалғандарын өткізіп жіберем. Бұның бөлік дегенде. Меніңше түскен сияқты ма бізге? Жоқ. Кәдімгі ойыншы. Қалғандарын өткізіп жіберейік. Өткізіп жіберейік дұрыс сияқты. Себебі қазір түсет деп айта алмаймын. Өте редкі кездеседі бұндай ойыншылар. Түсіп қалады ау деген ойыншылар. Уақыт алмай қойып көп. Краснодар дейді. Краснодарның ойыншы шықты. Российский футболдың фанаттары болса, жазамыз. Сәлем және оларға. Қалғандары енді платный бітті. Сөйте. Теңмен ақшамен. Бізде арман қарай қазір өйтеді енді. Онандай болады деп. Управлениеге барамыз. Команданың управлениеге. Бұл жерде де үйретеді қазір. Командный дух деген тұр ғой, бұл осы адам команданың духы, яғни ол үлкен болған сайын, көп болған сайын, яғни 100-ге дейін барады. 99 соған көтерілген сайын, мысалы, команда жақсы ойнайды. Бұл жерде де ауыстыруға болады. Сіздерге де мәшітте осы ауыстырыңыздар. Бұл жерде Диего Марадона отчаянный форвард болғандықтан өзінікін беру керек. Әйтпесе бұл есін жоғалтып алады өзінің ойыны. СПЗ қыз беру керек. Ауыстырғандарыңыз жөн көп ойыншыларды. Мен жақтан істеп жатырмын, қателік жеп жатырмын. Осыны қоямыз ба? Жоқ. Басқа ойыншы бар екен. Өзінің ойында ойнайтын ойыншы бар екен өзі де. Алпаза. Осылай істейміз. Бәрін ауысып түсіп алады. Осылай мына жерде центральный защитник бар екен бізде. Ауыстырайық. Таңға шабушы болғанда
осылай ойнап көреміз енді. Көрейік бұдан не шығатын. Тағы ой керек ой негізі. Бұл жерде тағы да үйретуден қазір. Тренер дегендерді үйретеді. Біреуін алып сонан ұрып салады. Осынан салған жоқ. Бұны да артынан түсіндіре кетерім. Қазір уақыт кетіп жатыр. Бірден ойынға кіріскен дұрыс сияқты. Тезірек. Кімді аламыз? Тренер жүрек. Бұл жерде тренер қоса жүреді. Артынан дұрыстап көрсетем қалай болатыны. Екіға қосты. Көп қоспады көргеніңіздеріңіздей. Әрине ойыншының несіне байланысты, өзінің дамуына байланысты. Обучениені бітірді. Işte bir adam koşu veri sahip. Сақтауды ұмытпаймыз әрине бұл жерде. Сақтамасаңыздар болмайды. Және ойын бастаған жөн сияқты. Бұл жерде бізге көп нәрсе көрсетті қазір. Кешірім сұрап жатыр, андай не болады, қиыр болды деген сияқты. Және де көп новостилар мысалы. UEFA Euro 2020-ны қазір алып тастаған жоқ па ойыннан. Яғни карантинге байланысты, қазіргі жағдайға байланысты. Компанияда обновление болып жатыр. Осындай жаңалықтар болса, неге бетіне шығып тұрады, келіп тұрады. Оқыларыңыз келмесе, артынан оқимын десеңіздер өйстіп алып тастауға болады. Мысалы, новости недели дейді. Сол сияқты. Ал енді қазір матчқа кірісейік. Көрден кіріскен жөн сияқты. Дивизионға кірейік. Активный матч. Және біздің команданың қандай екенін білесіздер, өзіңіз көрсетпей ақ қайтадан. Ювентус Барселона шықты бірден. Қызық. Және Ювентус егер ұнамай жатса, атын әрине өзгертеміз. Алдыңғы команда сияқты. Оған ешқандай қиналмаңыздар. Өтті қиын нәрсеміз. Кеттік онда бастаймыз. Роликтің ұзақ болғаны да жақсы емес, сіздерге де, бізге де. Әрине, мен көп болды ойнамағанына, 2 ай бұрын ойнаған. 3 ай бойын. Бұл жерде лицензияға байланысты көп нәрсе. Мысалы, Ювентус пен Барселонаның әрине лицензиясы толық бар. Қазір 2 не қылып жағын. Осы ойыннан айтарым арасында. Ал бастаймыз, достар. Көп болды сөкпейміз ойнаған. Көп болды ойнамағанына да. Әрине бұл жерде кірмет гол. Мен даты ойынға беріліп кеткем. Комментарий айтуды да ұмытып кеткем. Бұл жерде тағы да айта кететін жайттар бар. Егер ойнамаған болсаңыздар, ойнасаңыздар да кейбір адамдар түсінбеуі де мүмкін ғой. Дұрыс түсініңіздер, мен білгендіктен қатты сіздерге ондай түсіру мақсатында айтып жатқан жоқпын, жай көмек. Ол міне жіберіп еді негізі. Гол жоқ. Әрине скиллдарға жетпей кейбір ойыншылардың түзете алмайтындар болады. Кейбір ойыншылардың
Диего Марадона бұл жерде баспен ұратын ойыншы емес еді негізі, сонда да офсайд екен. Офсайд. Көріп тұрғаныңыздар, өте графикасы жақсы, маған ұнайды. Графикасы ұнайды, болса баспен ұрғанымыз үшін бізге не беріп жатыр. Марадона, кәне. О, кірмей қалды. Бұндай менде көп болмаған. Бұлай кірмей қалады деп ойламап едім мен негізі. Кіреді деп ойладым. Әрине сетевой ойын болғандықтан сетке де көп байланысы бар бұның. Марадона. Ух ты, жақсы удар шықты, бірақ әрине вратар орнында. Айтып тұрмын ғой достар, көбісі өкпе емес, бірінші рет түсіріп жатырмын, қиын. Оңай емес. Және Драговский, Сорич, мен деп жаттай берейік, бірақ ойыншылар қасымызда қалмаса да. Марадона! Удары жақсы, бірақ кірмеді вратаға. Навес, және де оның ішінен бірлі өте жақсы комбинация болды негізі. Кішкентай, чуть-чуть жетпей қалды, сәл ғана. Драговский әзірше біздің қақпаға келмеді, ешқандай қауіп төнген жоқ. Өзін защитниктер жақсы, қорғаушылар жақсы тұрып жатқан сияқты. Неке және гол. Міне бірінші гол. 12-ші нөмірлі Песте және ат қосса екен артына жазуға. Голс дейді. Голс алды. Голс соқты. Аты ерекше екен. Әдемі айналдырып кіргізді, қарасаңыздар. Айтқандай, бұда осы Пестің ішінде физика жақсы өте. Ой, немес па? Меніңше штрафный болған сияқты. Манас. Диего Марадона. Кетті. О. Гол! Ес, тағы да гол. Голс. Дубль соқты. Марадонаның өте жақсы әдем пасы. Жоғарымен берген. Ізі бар. Ойын толық ұмытпаған екем. Нәшітте ауыстыра алмадым. Ауыстырғанда басқа әңгіме болатын еді. Ойын ішіміз жетпеді біздің. Бірінші тайм бітуге сәл қалды. Марадона қанша бұл жерде қамиқтар шыққан сияқты. Кешірім өтінем. Адам ауыстырамыз ба, қайтеміз? Шаршағандары көрініп тұрады әрине. Кім шаршады, кім шаршамады. Бізде ортада ешкім шаршамаған екен. Сонда кей ойыншыларға отық берген дұрыс сияқты. Қасыма адам алмаған сияқты. Оларды ауыстырадым. До конца ойнайды енді. Жоқ. Яркий моменті дегенде сияқты жерлерді көруге болады. Бұл жерде де 2-0 алдамыз. О, голс жоқ. Ережем бұзды.
топтор шықпаған сияқты меніңше. О, отбор бізде жоқ. Ойыншыларымыз қателесті. Екі адамдап шығуға деген сияқтылар бар да бұл жерде. Сонда көмегі көп деді. Кірмет гол. Алатын сияқтымыз. О. Марадона. Жоқ, Марадона баспен. Әрине Криштиану Роналду немесе тағы да Жиру сияқты бойы ұзын. Кім бар тағы? Златан Ибрагимович. Ондай ойыншылардан емес әрине. Значит, доп бізде. Топты қалдық. Әрине алдыға қарай жіберсек. Николс хет-трик жасай ала ма? Және гол. Жоқ, хет-трик жасамады. Бірақ есесіне голевой пас берді. Гол. Бір ойын бүгіндік кенесі жететін секілді. Сіздерге білмеймін, дауыс естіліп жатыр ма? Келесі ойынға комментарий қосып беремін сіздерге. Комментарий ұнайды маған. Ай, бұл жерде. Кірмет. Де Пабло. Сорич. Бізде. Албал, молодец. Райсың. Жоқ. Бізде. До конца. Пас. Гол. Жоқ. Драговский орнында. Меніңше офсайд сияқты еді. Офсайд емес па не? Жарайды, офсайд болмаса офсайд емес. Меніңше әрине енді скиллдары жетпей көп ойыншылардың және де көбінесе ойыншы басқа жаққа қарап тұрған кезде қарама-қарсы бағытқа теудің қажет жоқ. Тіпті ойыншыңыз Лионель Месси немесе Криштиану Роналду болсын, тіпті одан да мықты ойыншылар болсын, білмеймін, одан басқа кім бар екенін, Неймар болсын. Любой ойыншыға өтіп арттан қарап, басқа қапталға қарап тұрып, қарсы қапталға тебуді, теппеулеріңізді ұсынамын, теппеулеріңізді. Себебі қандай ойыншы болмасын, ол дәл пас шығарамайды ондай жерде. Міне бізде ойыншы келе жатыр. Гол көз салама. Ай, девятка. Сол аяқпен тепті, неге екенін білмеймін. Бізде ойынның соңғы жеріне келіп қалдық. Және біздің ойыншылар тәртіп бұзды. Графикасы өте жақсы. Голс. Хет-трик жасай алмады, әрине. Өкінішті. Есесіне гол жібермейміз деп ойлап едім. Жібермей шығамыз енді. Және бітті ойын 3-0. Жаман емес, әлемтаған, бірақ бізде көріп отырсыздар. Соңғы жерде допты беріп қойған екенбіз, 51-де 49, біз 49. Бірақ бір рет удар жасатып бағамыз өзіміздің бұнымызға. Передачаларымыз бірдей, навестер бізде көп әрине. Кейде енді бұның бәрі тосын шыға бермейді. Әрине не болғаннан кейін. Ол жерде рейтинг көруге болады. Мысалы бізде гол сен Марадона екеуі. Гол случай игрок матча. Мысалы ерке моменті мысалы. Гол болуға дейін барған немесе гол болған. Қызықты сәттер мысалы. Бұл жерде өте көп қай жермен атаканы көп жасаған бәрін көріп отырасың. Жаман емес бірінші ойынға.
3 очко биздин ушпай биздин калтамызда. Және әр ойын сайын бәрі не ала береді, әрине опыт алады, яғни тренировкасы күшейе береді деген сияқты. Мысалы голс екінші орынға жетті, Лаверния сияқты. Әрине достар, бұл бірінші несі, әрмен қарай егер сіздер қаласаңыздар жалғастырамыз. Көріңіздер ма? Загрузите озвучку текста комментатор. Бұл жерде комментатор жазуға болады, мысалы. Келесі ойынға әрине комментатормен келетін боламын, және де келесі ойынға көбірек ойын орналастыруға тырысамын, өйткені бүгін көбісі неге кетті, танысуға деген сияқты. Әрине лайк басамыз, достарымызға айтамыз, осындай канал шығып жатыр екен, осындай ойындар түсіреді екен деп. Сіздердің поддержкаңыз болып жатса, әрине әрмен қарай дами береміз, түсіре береміз көптеген ойындарда. Ойынымды мен де жетістіктерге беремін, көптеген тренировкалар жасап. Және подписаться етеміз, тіркелеміз топқа. Колокольчик бассаңыздар өздеріңізге жақсы, және лайк басамыз. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.